келесі қатар биіктікке 3 ілмекті оқимыз. 1, 2, 3. Накид жасаймыз, элементті оқимыз. 1, 2. Жалпы түсіндіңіздер ғой, элемент дегенде 2 столбик с одним накидом, 2 бос ілмек, 2 столбик с одним накидом. Ол осы қатардың басында және соңында үздіксіз қайталанып отырады. Орамалды аяқтағанша қайталанып отырады. Әрбір қатарды осылай бастағанда, аяқтағанда тоқып отырасыздар. Міне. Элементті тоқыдық. 2 бос ілмек аламыз. Қараңыздар, бұл бізде теріс жағы. 2 бос ілмек аламыз. Ана оң жағын жаңа ракушка шығарған жақта 3 ілмек алушы едік. 2 бос ілмек аламыз. Содан соң моншақты ілеміз қазір. Мен сіздерге жаңа екінші әдісті түсіндіңіздер ғой. Сол себепті оған қатты тоқталмай қойын. Өткізіп алған жеріммен көрсете берейін. Моншағымен. Мына әдістің бір оңайы жаңағыдай 3 жіпті іздеп отырмайсыздар. Тек мына жердегі 2 жіппен сразу өткізіп келесі жаңа ракушкамызды шығара береміз. Ал егер жаңағыдай жеке-жеке өткізетін болсаңыздар, 3 жіп қалады моншақтың жанында. Соны алып өткізу кішкене қиындау болады. 1, 2. Міне 2 бос ілмек алдық, моншақты іліп алдық. Енді мына жерде 5 ілмек қарапайым тоқимыз. Әр ракушканың үстіндегі әр ілмектен 5-ін бір-бірден тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. 2 бос ілмек аламыз. 1, 2. Моншақ өткіземіз. Екі бос ілмек аламыз. 1, 2. Мына жақтан 5 столбик, 5 накид тоқимыз. Тура ракушканың үстіндегі ілмектерден 1, 2, 3, 4, 5. 5 ілмек алдық. 1, 2 бос ілмек аламыз. Схеманы түсінсеңіздер, бастысы бұл келесі қатарларда, келесі орамалымыз аяқталғанша осы схема қайталана береді. Тек қана байқағандарыңыздай ортасы да көбейе береді. Моншақ тілдік 2 бос ілмек аламыз. 1, 2. Накид жасап, элементімізді қайталаймыз. 1, 2. Столбик с одним накидом, 2 бос ілмек, 2 столбик с одним накидом. 1, 2. Міне. Бізде аяқталды. Биіктік келесі қатар басталған кезде биіктікке 3 аламыз да айналдырамыз. Міне қараңыздар. Бізде әдемі болып шығып жатыр. Міне бірінші 1 моншақ ілдік, екінші 2 моншақ ілдік, 3 моншақ. Енді осы 3 моншақтың үстінен ракушка шығарамыз. Одан кейінгі қатарда тағы моншақ ілеміз. Солай қателеспей тоқсаңыздар, санап отырып, ешқандай қиындығы жоқ. Элементті тоқимыз. Міне қараңыздар, элементті оқыдым. Енді біз ракушка шығаратын қатарымыз
Бұл қатарда 3 бос ілмек аламыз. 1, 2, 3. Накид жасаймыз. Мына қараңыздар. Мына әдістің бір оңай әдісі, бір қиындығы былай жылжытып отырасыздар қайта-қайта. Енді бір оңай жағы, мына қараңыздар. Тоқитын кезде тек бір жерінен алып, ешқандай қиналмай, жаңағыдай 3 жіпті біріктіріп отырмай алып тоқи саласыздар. 1, 5 ілмек столбик с одним накидом тоқимыз. 2, 3, 4, 5. 5-еу тоқыдық. 2, 3 бос ілмек аламыз. 1, 2, 3. 3 бос ілмек алдық. Енді қараңыздар. Біз ракушка шығарған қатарда біздің алдыңғы шығарып қойған ракушкамыз бар ғой. Соның үстінен ортасындағы 3 ілмекті ғана тоқимыз. Моншақ ілген қатарда 5-еу тоқыдық. Енді 3-еу тоқимыз. 3 столбик без накид тоқимыз. 1-еу. Бірінші ілмегін тастап кеттік, тоқымадық. Екінші ілмегінен бастап. Яғни 5-еу ғой, 5-еудің бірінші және соңғысын қалдырамыз да, ортадағы 3 ілмегін тоқимыз. Қарапайым ілмекпен. Міне, 3 ілмек тоқыдық, қарасаңыздар, міне. Біздің ракушкамыз мынандай формаға келеді. Енді 3 бос ілмек аламыз. 1-еу, 2-еу, 3-еу. Накид жасаймыз. Тура моншақтың түбінен, моншақты жан-жағында артық жіп қалған жоқ. 5 столбик с одним накидом тоқимыз. 1-еу, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 бос ілмек алдық. 3 бос ілмек. Ракушкамыздың бірінші ілмегін қалдырамыз. Екінші ілмектен бастап қарапайым ілмек тоқимыз. 1-еу, 2-еу, 3-еу. 1, 2, 3. Накид жасаймыз. Моншақтың үстінен 5 ілмек столбик с одним накидом тоқимыз. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 бос ілмек. Және элементті қайталаймыз. Накид жасаймыз. 1, 2 столбик с одним накидом. 2 бос ілмек. 2 столбик с одним накидом. Осылай біздің бұл қатарымыз аяқталды. Көрдіңіздер ғой. Жалпы схеманы түсініп алсаңыздар болды. Мысалға қараңыздар. Элемент. Мына жақта келесте моншақ қосылады мына орталарына. Одан кейін ракушка қосылады. Солай-солай. Ортадағы ракушкамыз көбейіп, біздің орамалымыздың размеріне келеді. Биіктікке 3 ілмек аламыз. 1, 2, 3 келесі қатарымызда. 7-ші қатарымызды бастап жатырмыз. 8-ші қатарымыз қателесіп кеттім. 1-еу, санап жіберейік. 1-ші қатар, 2-ші қатар, 3-ші, 4, 5, 6, 7 қатар тоқыдық. 8-ші қатарды бастаймыз. Элементті тоқимыз. Bir,
2 столбик сайын эмне әкелем. 1 2. Мына қараңыздар, біздің теріс жағымыз моншақ ілетін жағымыз, 2 элементтен кейін 2 столбик, 2 бос ілмек аламыз. 2 бос ілмек, моншақ аламыз. Мен тағы бір көрсетіп жіберейін, осы жерде егер мынандай жіпке өткізіп алмаған болсаңыздар, моншақ жоқ деп есептесеңіздер, мына қараңыздар. Осын элементтен бүйтіп 2 бос ілмек алдық. Одан соң келесі кіші размердегі күрчегімізге бусинкемізді өткізіп аламыз. Мына жіпті саусақтағы жібімізді бусинкенің ішіне өткізіп, мына қараңыздар. Негізгі күрчегімізді кіргіземіз. Мына өткен жіпті сразу осы ілмектің ішінен өткізіп жібереміз. Ешқандай тоқымай, жай ғана мына былай өткізіп жібереміз. Бірақ міне осылай 2 бос ілмек алып, ары қарай тоқымамызды жалғастырамыз. 1 2. Бұл әдістің бір қиындығы, қазір біз келесі қатарымызда ракушка жасаған кезде мына ілмекті 3 ілмекті біріктіріп барып, мына былай алып, жоқ, мына жерде қалып кетті. Міне 3 ілмекті осылай біріктіріп барып тоқуымыз керек. Ал бұл әдіс емес, жандай мына жіпке өткізіп алған әдіс болса, қараңыздар, жіпке өткізіп алған әдісте осылай жібімізден алып келе саламыз моншағымызды. Былай іліп өткізе саламыз. Сол кезде қараңыздар, жаңағыдай артық жіп жоқ, тек қана мына жердегі ілмектен ракушкамызды шығара береміз. Жалпы түсінікті ғой. 2 бос ілмек аламыз. Мына жерде 5 қарапайым ілмек тоқимыз. 1 2 3 4 5. 2 бос ілмек, 1 2. Моншақ ілеміз дағы. Моншақ ілгеннен кейін міндетті түрде жіпті тартып жіберіңіздер, чтобы моншақтың айналасында қатты кең болып дәу жіптер қалып кетпесін. 1 2. Мына жақтан алдыңғы ракушкамыздан қарапайым 5 ілмек тоқимыз тура төбесіндегі ілмектерден. 2 4 5. Bir 2 бос ілмек аламыз. Мына қараңыздар, бізде алдыңғы қатарда ракушка шығарған жерімізде ортасына моншақ қосылып жатыр. Ал ол ракушканың үстінен жай ғана 5 қарапайым ілмек тоқып жатырмыз. Моншағымызды өткіздік. 1 2 бос ілмек алдық. Келесі ракушкамыздан 5 қарапайым ілмек тоқимыз. 1 2 3 4 5. Биіктікке 2 ілмек аламыз. 1 2. 2 бос ілмек алдық. Одан бір моншақ өткіземіз.
кішкене басында ыңғайсыз моншақтарды қолға алып өткізген, кейін қолдарыңыз үйреніп кетеді. Біреу, екеу. Моншақ тіліп алған соң 2 бос ілмек накид жасап элемент тоқимыз. 1, 2 столбик с одним накидом, 2 бос ілмек, 2 столбик с одним накидом. Бізде келесі қатар басталады. 9-ші қатар биіктікке 3 ілмек аламыз. Элементті тоқимыз. Осы жіпке тізіп алғанның бірімен осындай моншақтарыңыз сақырлап жүреді. Сақырлап тұрады ғой. Ойларыңызды бөліп. 1, 2, 3. 3 биіктікке алдық. Накид жасаймыз. Тура моншақтың түбінен жібіміз бар ғой. Егер жаңағыдай қылып сырттан өткізген болсаңыздар, мына жерде 3 жіп болады. Мына жағында тағы бір жіп болады. Соны да айналдырып алу керексіздер. Яғни мынандай моншақтың жан-жағында ешқандай жіп қалмау керек. Түсіндіңіздер ғой, 5 столбик с одним накидом тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Мына 5-ін тоқыдық. 3 бос ілмек, 1, 2, 3. Енді мына жерден 3 қарапайым ілмек ортасындағы ілмектерден біріншісін қалдырдық, екіншісінен бастап 1, 2, 3 тоқыдық және соңғы ілмек қалады. 3 биіктікке 1, 2, 3. Накид жасаймыз. Моншақтан 5 столбик с одним накидом тоқимыз. 1, 2. Жібімді босатып алайын. 2, 3, 4, 5. 5 тоқыдық. 3 бос ілмек, 1, 2, 3. 3 қарапайым ілмек деп айтып кете берейін, сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Бұл 3 ілмек қарапайым тоққан кезде бірінші ілмегін тоқымаймыз ракушканың, және соңғы ілмегінен тоқымай ортасындағы 3 ілмегін тоқимыз. 2, 3. 3 бос ілмек, 1, 2, 3. Накид жасаймыз. 5 столбик с одним накидом. Моншағымыздан тоқимыз. 2, 3, 4 және 5. 5 тоқыдық. 3 бос ілмек, 1, 2, 3. Алдыңғы ракушкамыздан 3 ілмек қарапайым тоқимыз. 1, 2, 3. 3 бос ілмек, 1, 2, 3. Және моншағымыздан 5 столбик без накида. С одним накидом тоқимыз. 1, 2, 3,
4 5 1 2 3 босыл илмек алдык. Элемент токуйбуз. 1 2 соединим накидим. 2 босыл илмек. 2 столбик соединим накидим. 2. Mana bizde қатарымыз бітті. Қараңыздар, түсіндіңіздер ғой. Жұп қатарда, яғни мынау қазір 9-шы қатар аяқтадық. 10-шы қатар бастап теріс жағынан түседі, 10-шы қатар. Мына 1-ші қатар тақ. Бізде тақ қатарымыз 10 беті болып тұр, ал жұп қатары басталатын жақ теріс бет. Соған теріс бетінен бастаймыз. Қазір келесі 10-шы қатарымыз теріс жағы. Мына жерде бір моншақ, мына жерде бір моншақ, мына жерде и және мына жерде 5 болады, көрдіңіздер ме? 5 моншақ қосасыздар. Ал ортадағы ракушканың үстін 5 столбик соединим накидим токуйсуздар. Одан кейінгі келесі 11-ші қатарда сол 5 моншақтың үстінен ракушка шығарамыз, ал мына ракушкалардың үстінен үшеуін, ортасындағы үшеуіне қарапайым ілмек тоқимыз. Схема 1, тек шатаспай санап отырып тоқсаңыздар болды. Мына қараңыздар, біздің элементіміз жиегі осылай дөңгеленіп, әдемі болып тоқылып жатыр. Жазып алып тұрып тоқсаңыздар да болады. Дәл осылай, осы схемамен жүре бересіздер. Әр қатарда бір ракушка және бір моншақтан қосылып, былай біздің орамалымыз үлкен болады. Қажетті размерлеріңізге дейін осылай жалғастырып тоқи беріңіздер. Ұзын орамалша дайын болады бізде әдемі.